Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Айдос және Clash KZ. Бүгінгі видеода мен қалай уровеньді тез көтерсе болады деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Олай болса, кеттік. Уровеньді тез көтеру үшін бізге опыт керек. Опыт жинау үшін донат көп беруіміз керек. Және уровеньді тез көтеру үшін, достар, біріншіден сізде ешқандай клан болмауы керек. Екіншіден, кристаллыңыз көп болу керек. Мысалы, 100 немесе 200 шақты. Және үшіншіден, ойынға 1-2 сағат уақытыңызды бөлуіңіз керексе, яғни задрот болуыңыз керек. Егер кланыңыз болса, кланнан шығыңыз. Кланнан шыққаннан кейін бүкіл казармаларды ускорениеге қойып, оның ішінде темная казармаларды да ускорениеге, яғни бустқа қойыңыз. Темная казармалардан мухаларды шығарамыз. 25 немесе 30 муханы. Ал кәдімгі казармалардан кілең гиганттарды шығарамыз. Әскерлер дайын болғаннан кейін кланның үстін басып, кез келген кланға кіреміз, донат беріп шығып кетеміз. Тағы да өстіп, кез келген кланға кіреміз, запростарға донат береміз, шығамыз. Тура өз достар, міне 1-2 сағат отырамыз, яғни донат береміз. Донат берген сайын бізге опыт қосылады. Мысалы, 5 гигант бергеніміз үшін сізге 20 опыт береді. Міне осылай уровеньді тез көтерсе болады. Мен өзімнен достар өстіп, осы әдісті пайдаланып 98-ші левелға жеттім. 1-2 сағаттың ішінде бір немесе 2 уровень қосуға болады. Енді бұл әдісті білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Егер сіз бұл әдісті білмесеңіз және пайдасы тиіп жататын болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Сіздермен бірге болған мен Айдос және Clash KZ. Келесі видеода кездескенше, әрине сау болыңыздар.